Так, ассалаумағалейкум достар. Мінекей бүгін сенбі, Ақтау базарына да келдік. Доллар өскеннен кейін бағалар қалай болады, соларды көруге келдік. Тағы да айта кететін, осы каналға тіркеліп кетіңіздер, міндетті түрде 45 мыңға жеттік, 50 мыңға жеткізсек. Тез-тезден лайк басып, қазақ каналын дамытуға. Және достар, біздер Грузиядан машина тасимыз, міндетті түрде сұрақтарыңыз болса, осы жерге номер қалдырам. Сұрақтарыңызды қойып, WhatsApp-қа шығып сұрасаңыздар болады. Толық ақпарат беріледі. Ендеше машиналардың бағаларын көрейік, көп созбай. Так, Hyundai акценттен бастайық. 2020 жылға аппақ не битый дейді. Так, тым көрінбейді. Бағасы 8 миллион 487 мың жүрген. Жоқ, 87 емес. Пробег 26 мың жүрген екен. Так, номері міне хабарлассаңыздар болады. Әдемі. Ешқандай соғылмаған, ұрылмаған, жырылмаған дейді. 8 миллион 400 достар. Қазір енді доллардың көтерілген негізі сезінбей жатыр әлі. Көлік алатын болсаңыздар, қазірден алып алған жақсы. Да қымбаттап кетуі мүмкін 1-2 айдың ішінде. Так, Toyota Corolla тұр. Corolla. Бағасы сұрақ көрші, дәке қанша дейді. Bir 8 ғой, а? 2009 жылғы 5,5 миллион. Бағасы осындай. Audi A8. 4.2 объем. 2001 жылғы газ, бензин. 4.2 Quattro. Бағасын білеміз, бағасы. Бағасы қанша деп едің? 3 миллион 800. Жалпы саудасы бар ғой. Саудасы болады міндетті түрде. 3 миллион 800. Жалпы бағаларын көрсету ғой біздің мақсат. Осындай достар міне. 2004 жылғы 30-дық достар. Жасайтын жерлері бар, енді бамперлері жырылған. 5 миллион сұрап тұр. 3-түк американец. Видеода да байқалып тұр ғой, бампердің түстері басқаша. 5 миллион. Жалпы Грузиядан шамамен 5,5 миллиондарға 50-лік келеді ғой. Сонда мынау 2005 жылғы 2004 жылғы 30-дық бағасы осындай достар. 5 миллион теңге. Toyota Camry европейц 2014 жылғы 11 миллион 300 теңге. Бағалар шарықтап тұрған сияқты. Әрине тағы да қымбаттайды деп жатыр сарапшылар. 1-2 айдың ішінде мына доллар өзінің өскен бағасын білдіреді міндетті түрде. Осындай американецтарды 6 миллион, 6,5 миллион қалдыртуға болады. Шамамен айтып жатыр. Бағалар 11 миллион 300 мына жерде. Достар, 2010 жылғы 50 комплектация 45-тік. Бағасы 500 деп отыр, 5 миллионға берем дейді. Мата простой американец болғандықтан. Так, состояниесі жаңбыр зат дұрыс көрінбей тұр, балшық. Бамперлерде істейтін жер бар сияқты. Телефон номері керек болса, қалдырып кетейін. 778 232 232 25-55 жас қанат. 5-ке болады, 5-ке. 5-ке болады достар. Бағасы 5 миллион жалпы. 10 жылғы 45-тіктер. 2010 жылғы ақ түрі тұр, маяқта армянский мен таза. 50 комплектация бұл да 4 миллион 800 деп тұр. Так, мата аржа электрический. Ну, араб па? Жоқ, Американец па? Газ жоқ да? Спойлер қара дейсің ғой. Не, мыналар 4 миллион 800 сұрап тұр. Телефон номері бар ма? Телефон номеріңді айтып кетші. 778 Аха. 967 Айта бер. 54-67. 54-67. Осыған соғып сұрасаңыздар болады. Саудасы болады ғой.
Иә. Сіздің атыңыз 4 миллион 800. Так, достар, міне армянский көлік тұр. Тияна 2008 жылғы екен, 2.3 объем. Мотор цеп дейді. Так, бағасы неше дегеніңіз? 3 миллион 700 да? 3,5-ға болады. 3,5-ға болады. Так, Алты цилиндр 137 мың пробег. Пробег 137 мың. Чисто японец. Чисто японец. Мотордың вообще дауысы жоқ, қызып тұр. Перекидка. Перек- Жақсы істелген. Жақсы істелген да? Год срок. Барлығы дұрыс дейсіз ғой. Салон таза. Иә. Ева Полик. Багажникті ашып қояйын, қарайды. Ева Полик. Аш көрейік. Кәм әдемі. Смотри, қара. Міне, кілтімен, бәрімен көрдің ғой міне. Иә. Все четко. Міне. Бәрі таза дейсіз Иә, ғой. тап-таза. Так, әдемі екен машина. Әдемі. Нөмірі де әдемі. Телефон нөмірін айтшы аға. 872 Аха. 930 0080. Иә, осы нөмірге шығып саудалассаңыз болады. Саудасы бар дейсіз ғой. Саудасы бар. Жақсы, сауда болсын. Әдемі көлік негізі осылар. Альфард тұр. 2005 жылғы 4 миллион 300 сұрап тұр. Телефон номері. Лобовойда жарық бар. Таза Армениядан келген. 3-тік объем негізі. Мата салон. Жағдайы орташа енді. Альфард сұраушылар да өте көп негізі. Бірақ рөлі ауыстырылмаған екен, өздеріңіз ауыстыра аласыздар. Немесе осылай айдай беруіңізге болады. Альфардтардың бағасы осылай. Мынау ішінің жағдайы, іші барлығы тап-таза, әдемі. Камридің рөлдері сияқты екен, ауыстырып алдың ба? Капитанский сиденье емес екен дейсің. Оң жақпен де айдап үйренсесің дейді ғой, осылай айдай берсе. Мына есік тартқаннан ашылады, ар жағы былай ашасын тартып. Лубарик тұр мықты. 4 матик, 3.2 объем. 2000 жылғы бағасы 5 миллион теңге. Бірақ жағдайы керемет екен, әңгіме жоқ. Іштері қара тап-таза кәдімгідей қара. Моторын да көрсетіп жіберейік, ашып жіберші. Лупариктердің негізі дұрыстарын табу қиын дейші, шынымен де. Дұрыстарын тапсаңыз, бағасы да соған сай болады. Қашан келді мынау? Апрель? Армениядан ба? Или Грузия ма? Моторда әңгіме жоқ, таза. Бағасы 5 миллион лупарик. Телефон бар ма? Бар, иә. Айтшы. Номеріңді. Так, 771 839 77 39. Жалпы саудасы бар. Келіп саудалассаңыздар болады осы номерге. Дөңгелектер. Так, Hyundai акцент тұр. Қазір қарап жіберейік. 2013 жылғы 5 миллион 300. Жағдай отлично деп жазып қойыпты. 5.3 міне. Титанка. 5 миллион 300, 5 миллионның шамасы болады ғой. Түсіп бергенде де. Іштері мата салон, коробка автомат. Так, несі қалай екен? Мотор жазылмапты, ол 1.6 ма? 5 миллион 300 бағасы, 13 жылғы акцент. Равон тұр, 5 миллион 200 бағасы. R3, 19 жылғы. 5 миллион 300 достар. Бағаларын өздеріңіз комментарияға жазып кетіңіздер, қалай,
қалай қымбат па арзан ба деген сияқты. Он бесінші жылғы R3 25 11 миллион 500. Сіздікі ма? Ақ кәдімгі әдемі. 11 миллион 500 15-ші жылғы бірақ 50 өстік. Керемет не? Титан кісі барлығы өзі. 11,5 миллион. Так, Chevrolet Epica. Қай жылғы деді ма? 2008 жылғы 3 миллион 800 автомат телефон. Қап-қара әдемі кузов. Шанағы. 3 миллион 800 бағасы. Эпиканың бағасы. Так, іштерін бір көрейік қалай екен. Әдемі екен. Коробка автомат. Монитор. Телефоны жаңағы. Газ бензин ғой, ә? Газ бензин, новый төрт. Ой, төрт дөңгелек дейсің. Android. Android салдыңыз ба? Иә. Камера бар. Задний камера ма? Иә. Задний камера бар. 3 миллион 800 бағасы. Қалайсың ба? Так, осындай есе жалпы келе жатыр біздікі де. Аптаң аяғына келеді жер. Достар, міне бағаларын көріп біліп шықтық. Қанша екен сіздер де үйде жатып көрдіңіздер. Қалай екен бағалар? Комментарий жазыңыздар. Және пытырлатып каналға тіркеліңіздер. 50 мыңға жеткізіп тастайық, достар. Қазір аз ғана қалып тұр, 45 мың болып тұр. Пытырлатып, лайктарыңызды аямай каналға тіркелсеңіздер 50 мыңға да жетеміз. Қазақ каналының дамуына атсалысыңыздар, достар. Ендеше сәттілік бәріңізге.